connected computer. Бірінші сұрақтың жауабы бұл әрине бұл кинематика тарауындағы есеп көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысы. Мысалы, мынау v0 деген жылдамдықпен лақтырылады. Мына жердегі бұрыш альфа бұрышы болады. Осы дененің лездік жылдамдығын тап дейді. Бұл дене, яғни күрделі қозғалысқа жатады. Бұл күрделі қозғалыс деп отырғанымыз ол x өзіне бөлек проекциялаймыз. Мысалы, мынаны x деп алатын болсам, мен мынаны y деп аламыз. Так, y өсі деп. X өзіне проекциясы ол былай болады. Мына жердегі мынау катетіміз бізде vx болады. Ал vy деп отырғанымыз былай, мынаған проекцияланады, мынаған. Ал оны мен кішкене басқа түспен бояйын. Оны мен дәл осы катет қанша болса, мына катеттің де ұзындығы сонша болады. Мынаны vy деп аламыз. Сонда менде мынандай үш бұрыш пайда болды. Қазір. Мынандай үш бұрыш пайда болды. Тік бұрышты үш бұрыш. Мынау альфа бұрышы, мынау v нолевой болды, мынау vx болды, мынау vy болды. Енді бізде лездік жылдамдық дегеніміз екі құраушының квадраттарының қосындысы тең болады. Vx плюс vy квадраттарының қосындысы. Енді бұл жауабымыз бізде А жауабында тұр. Және мынаны толықтай айтып кетейін. Vx-ті табатын болсам, мынау v нолевойдың x-қа проекциясы бұрышқа іргелес жатқан катеттің гипотенуза қатынасы, яғни мынау іргелес жатқан катет, мынау гипотенуза қатынасы косинус альфа. Сол жерден vx табатын болсам, v нолевой косинус альфа болады. Ал vy табатын болсам, мынау vy мені бұрышқа қарсы жатқан катеттің гипотенуза қатынасы ол синус альфа болады. V нолевой көбейтілген синус альфа. Бұл енді мен толығырақ түсіндіргенім. Ал бізге жауап, негізгі жауап міне. Ол А жауабында тұр. Кеттік, ары қарай кеттік. Екінші сұрақ. Суреттегі салмақсыз рычаг тепе-теңдікте болу үшін белгісіз жүктің массасы дейді. Бізде белгісіз жүгіміз мынау тұр екен. Белгісіз жүк. Бұл жерде статика, механиканың ішіндегі статика. Ол жерде дене тепе-теңдік шарты орындалу үшін тірек нүктесінің екі жағындағы моменттер тең болу керек. Ал күш моментінің формуласы қандай бізде? М тең F көбейтілген L болады. Ал бізде массамен беріп отыр екен, F-ті mg деп жазуға болады, я? mg. Сонда мына формуланы бүйтіп жазсам болады сонда. M1 жазатын болсам, M1-дің орнына M1G L1 болады, M2G L2 болады. Біздегі G мен G қысқарады. Формулада M1 L1 тең болады, M2 L2. Енді бізде L-дарды қалай аламыз? L-дарды алу қиын емес. Мына жақта L1 деп алатын болсам, клетканың размерлері бірдей, сандарына теңестіре салам. Мынаны 2 деп алсам, L2-ні 4 деп аламыз. Сонда орнына қойып, N1-іміз 4 килограмм көбейтілген 2 тең болады. M2-іміз жоқ, L2-іміз 4-ке тең болады. Осы жерден 4 пен 4 қысқаратта, масса 2-іміз қанша болады екен? 2 килограмм. Ол 2 килограмм деген жауап бізде А жауабында тұр. Кеттік ары қарай. Екінші сұрақ кетті. Үшінші сұрақ. Қызылға қойыншы мұнан. Қызылға. Так, температурасы 27 градус дейді. Т тең 27 градус. Бұл енді есеп шығарамыз. 27 градус Цельсий. Бұны сразу кельвинге айналдыра салайық. Кельвинге айналдыру үшін 273 градусты қосамыз, сонда 300 кельвин болады. Су молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы дейді. Орташа квадраттық жылдамдығы. Так, R бар, мольдік масса бар. Оларды мен қайталап жазбай қойын. Орташа квадраттық жылдамдығы ол былай болады. Газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығының формуласы оның температурасына тура пропорционал 3R-ті бөлінген мольдік масса болады. Так, енді берілген шамалардың барлығын осыған апарып қоямыз. В квадраттық тең болады 3R-іміз универсалды тұрақсыз. Бұны сендер жатқа бөлу керексіңдер. Т-мыз 300 болды. Так, астына мольдік массаның орнына мен мынаны сразу кетіп ала салайыншы. 0,018 деп алсам бола ма? Килограмм моль деп. 0,018. Так, осыны есептесек, жауап неше шығады екен? 645 болады. 645. 645 метр секунд. Жақсы, рахмет балдар. Ол бізде Д жауабында тұр екен. Ол негізгі формуламыз мынау біздегі. Кеттік, ары қарай кеттік. Экологиялық таза энергия көз дейді. Экологиялық таза энергия көзі олар санаулы, олар сарқылмалы энергия көздері дейді. Ол біздегі су болуы мүмкін,
күн болуы мүмкін, жел болуы мүмкін. Осы жердегі бізде қайсысы берілген екен? Жел берілген екен. Экологиялық таза энергия көзі. Кеттік ары қарай. Екі, конденсатор суреттегідей жалғанған дейді. Тізбектің жалпы сыйымдылығын тап дейді. Тізбектің жалпы, мынау не алып кетпей қалды ма? Мынауымыз неге кетпейді? Жарайды, қой берші. Так, конденсаторлар екеуі тізбекте жалғанған екен. Тізбекте жалғау кезінде жалпы сыйымдылықты қалай табатын едік, балдар? Қосамыз. Қосамыз. қоса саламыз ғой, бірге қосамыз. Тізбекте жалғайтын болсақ, қоспаймыз. Тізбекте жалғау кезінде бір бөлінген Бір бөлінген деп қосамыз ғой. бір бөлінген С1 плюс бір бөлінген С2. Енді бізде екі конденсатор болатын болса, бір-біріне ортақ бөлім беріп, С жалпын тапқан кезде бізде мынандай формула шығатын еді ғой. С1 көбейту С2, С1 плюс С2 деген формула шығады. Осы жерден есептеп жауабын шығарған кезде микрофарадпен тұра берсін, 3 көбейту 6 Екі болады ғой, екі болады. тең болады. 2 бола ма? Екі болады. Микрофарад болады екен. Ол жауап бізде С жауабында бар екен. Бағанағы сендердің шатасып жатқандарың ол қалыпты жағдай, жігіттер. Өйткені бізде өткізгіштердің кедергісі деген нәрсе бар еді ғой, тақырып. Кедергілер, егер кедергі болса, тізбекте жалғанған кезде олар қалай қосылатын еді? Жай просто қоса саламыз. Жалпы R1 қосу әрекет. Осымен көбіміз шатастырамыз ғой біз тізбекте болған кезде. А бізге конденсатордың сыйымдылығы керек. Сыйымдылық болатын болса, былай болады. Кеттік ары қарай. Так. Мынаны көшіріп көрейінші. Болды, кетті. Дұрыс болды. Так. Келесі не дейді? Индукциясы 0,1 Тесла дейді. Индукциясы. Не деп белгілейміз? Б ма? 0,1 Тесла. Магнитудысіне 4 ампер. I тең 4 ампер. Ағатын рама орналасқан, рамаға әсер ететін максимал айналдырыш момент. Айналдырыш моментті мен Mmax деп белгілеймін. Тең болады 2,10-3 дәрежесі. Ньютон метр. Табу керек. Нені табу керек? Аудан табу керек. Магнитудын еске түсірем. Максималды айналдырыш моментінің формуласы қандай еді біздегі? Ойбай. 2,10 EIS. BIS. Егер орам сандары берілетін болса, n көбейтеміз. Ал біздің жағдайымызда ол жоқ екен, жоқ екен. Так, осы жерден S табатын болсам, Mmax-ты бөлеміз, B айға бөлеміз. Так, S шығара екен. Mmax-ымыз 2 көбейту 10 5 көбейту 10-3 дәрежесі шығар. бөлінген. Қазір бұны жазайын. 0,1 көбейтілген 4. Қанша болады екен? 5 көбейту 10-3 дәрежесі. 10-3 дәрежесі метр квадрат. Мен почеркім сәл нашарлау отыр ғой. Мынау графический планшетке үйрену үшін кішкене уақыт керек болады енді. Пока басында сәл нашарлау болады, кейін зор болып кетеді деп қойдым сендерге. Өзімнің почеркім ішлей қатты мықты емес, енді мынадан сәл түзелетін шығар деп отырмыз енді. Жарық айналып өткен қандай үшін сондай үшін шығады бұл заң? Так, жарық айналып бетке қандай бұрышпен түссе сондай бұрышпен шағылады. Қайсысы бұл? Жарықтың шағыл заңы болады. Шағыл заңы, ол Д-сында екен. Болды. Оның формуласы альфа тең не болады? Гаммаға. Мынау түсу бұрышы, мынау шағылу бұрышы. Мынау түсу бұрышы. Кеттік ары қарай. Бірінші құбырға диаметрі одан 4 есе кіші, екінші құбыр жалғанған дейді. Так, бірінші құбырымыз былай болса, екіншісінің размері одан 4 есе кіші екен. Так, мына жақ S2 болса, мына жақ S1 болады. S1. Одан 4 өлген екен, S2. Так, сұйық бірінші құбырдан екінші құбырға өткенде жылдамдық қандай болады дейді. Естерінде ма қандай тақырып балдар? Жылдамдық азаяды, артады. Үзіліссіздік теңдеуі деген ғой. Молодецмін. Так, S көбейтілген V тең константа деген бар. Аудан не құрылым азайса, біздегі жылдамдық соғұрлым несе деген? Артады екен. Артады. Мердегі V-ңыз S-қа кері пропорционал. Аудан 4 есе кішірейсе жылдамдық 4 есе азайды. Міне жерде не деп отыр? Диаметр деген екен ғой берді. Диаметр балдар. Не жерде қараңдар? Диаметр деп жатыр. Енді бүйтеміз. Мына формуланы біз тауып алдық. Енді диаметр S пен диаметрді қайтып байланыстырамыз? S тең Пи д квадрат бөлінген
пиді квадрат пиді бөлінген 4. квадрат бөлінген 4 болады. Сонда s-ім диаметрге квадратына тура пропорционал, мына де бүйте саламын мен. d квадрат деп. Квадрат, иә. 1 бөлінген d квадрат болады сонда мына жерде. Мына енді сәл мынандай болып қалды. Сонда диаметрім қанша есе артқан? 4 есе кіші дейді. Диаметр кеміген 4 есе. Кемген 4 есе. Демек жылдамдық артады қанша? 16 есе. 16 есе. Квадрат есе 16 есе артады. тең болады 16 есе болады сонда 16 есе. Ол сонда 16 есе артады деген жауап бізде Б жауабында бар екен. Ал кеттік ары қарай. Тізбекті ядролық реакцияда реакцияны тұрақты жылдамдықпен жүру шарты дейді. Так, тізбекті ядролық реакцияның бізде 3 шарты бар. Егер ол бірден үлкен болатын болса, ол басқарылмайтын тізбектік реакция, мынау басқарылмайды. Басқарылмайды. Яғни ол соңында атом бомбасы жарылып кетеді. Ал бірден кішкентай болса, ол басқарылады. Басқарылады. Яғни бұл өшеді соңында бар өшеді. Өлшет. Так, ал К тең тұрақты жүріп тұру үшін бізге К тең 1 болу керек сонда. Бұл тұрақты. Сонда бұның жауабы Д жауабы болады екен. К тең 1. Ары қарай кеттік. Өткізгішті 1 кельвинге қыздырғанда кедергісі қандай шамаға өзгеретінін көрсететін шама дейді. Так, бізде кедергі мен температураны байланыстыратын бір формула бар. Бізде R тең R нолевой 1 плюс альфа көбейтілген. Так, бұл қандай формула болды? Температураға байланысты ғой. То есть R-дің температура байланысты. Яғни бізде мынау біздегі R нолевой деп отырғанымыз, ол 0 градус температурада кедергі. R дегеніміз мына жерде қанша градус тұрса, сол кездегі температура, ал Т деген берілген температура, ал біздегі альфа дегеніміз не еді? Альфа деген. Температуралық коэффициент. Температуралық коэффициенті болады. Альфамыз температуралық коэффициент. Болды. Бұның өлшем бірлігі, альфаның өлшем бірлігі 1 бөлінген кельвин еді ғой. Осылай болады. Немесе Цельсий деп шығара беруге болады. Так, ары қарай кеттік. Периоды 20 микрометр дейді. Дифракциялық тордың периодының формуласы қандай еді? Так, Д деп жазсам бірінші. Д ғой айтты. 20 микрометр болып тұра берсін. Так, толқын ұзындығы оған келіп түсетін 0,6 микрометр дейді. Бірінші реттік спектрдің дейді К тең 1 болады. Так, осыдан табу керек. Бұрыш сұрап жатыр екен, фи сұрап жатыр. Дифракциялық тордың формуласы Д синус альфа тең К лямбда. К лямбда болады. Так, синус фи табатын болсам, К лямбда бөлінген Д болады. Д болады, иә. Менің соңғы формулам. Енді апарып орнына қою ғана қалды. Синус фи тең болады. К 1-ге тең, лямбдадан 0,6-ға тең. 0,6-ны 20-ға бөліп берші қанша болады екен. Дәрежелер қысқарып кетеді болдар. Екеуі де микрометр. Иә. 0,103. 0,103 ай. Сонда бүйтіп жазамын. Сонда фи тең арк синус 0,103. бұл қай жауабына сәйкес келеді? В. Болады. Жақсы, ары қарай кеттік. Так, дене координатасының уақытқа тәуелді графигі берілген дейді. Тербеліс амплитудасы мен жиілігін табу керек. Тербеліс амплитудасы А-ны сұрап жатыр, жиілікті сұрап жатыр. Бізде бұнда есепте бірінші графиктің қай жеріне қараймыз? Шекесіне қараймыз, иә? Мына жақта X тұр екен, ығысуы, мына жақта уақыт тұр екен. Жақсы. Бірінші битик. Тербеліс амплитудасы деген не еді? Айтыңдаршы. Максималды ығысу арақашықтығы, яғни О, тербеліс кезіндегі Мәңге ауысу. максималды ығысу. Мына жерде X болатын болса, мынау. Мен жағдайымда мына жерде тұр, дұрыс па? Енді санайық. 0-ден басталып тұр. 1 клетка 0,5-ті береді екен. 2 клетка қаншаны береді? 1-ді береді. 3 клеткаға нешені береді сонда? 1,5. Немесе X макс деп те белгілеуге болады. Ол 1,5 метр болды. 1,5 қаяқтан шықты? Мынау 0,5-ті 3-ке көбейттім. Өйткені әр клеткам 0,5-ке тең екен. Жақсы. Бірінші шықты. Енді жиілік табамыз. Жиіліктен бұрын мен период табылайын. Период деген толық бір тербеліс кеткен уақыт. Ол олай тербеліп жатыр. Міне жарты тербеліс болды. Қайттан екінші қарама-қарсы фазаға барды, міне келдім. Міне мынау период. Так, бұл жердегі уақытымыз қанша екен? Мына мен сызып тастадым. 4 секунд ай. 4 секунд болады. 4 секунд болады екен. Сонда периодың 4 секунд болса, жиілік пен периодтың формуласы бір-біріне кері шама. Так, 1 бөлінген Т болады. 0,25 болады. Сонда 1-ді 4-ге бөлем 0,25 болады. Д болады онда.
Мен почеркім жода бара нашарлап баратқан сияқтымын. Кәні, д бола ма? Жақсы. Кеттік, ары қарай кеттік. Так, кинетикалық энергиясы Е тең, ЕК тең болады. 2,14 дәрежесі джоуль дейді. Так, жылдамдығы 0,8 с-ға тең болады. 0,8 с-ға тең болады. Оның тыныштық массасы сұрап жатыр. Тыныштық массасы сұрап жатыр. Ал, мына есеп релятивистік механикадағы Асытының заңдары ғой мынау. Так, ол жерде мынандай еді бізде толық энергияның формуласы қандай еді? Толық энергияның формуласы Е нолевой қосылған Е кинетикалық еді. Е кинетика максимум. Так, енді мынау толық энергияны ашатын болсам, мен тура осының астына ашып кете берейінші. МС квадрат болады, тең бастапқы тыныштықтағы М нолевой С квадрат болады, тең плюс нерді плюс Е кинетикалық болады. Кинетикалық табатын болсам, В квадрат бөлінген. МС квадрат минус М нолевой С квадрат болады. Жақшаның сыртына не шығарсам болады? Так, с-ны В шығарайын. квадрат. Квадрат. Пока бүйте тұрайық қазір. Бүйтейік. Мына бірінші формула болып тұрсын. Екінші формула мен масса. Релятивистік механикада дененің массасы өзгеріске ұшырайды, иә? М нолевой бөлінген просто біраз айтылған В квадрат бөлінген С квадрат. Так, оны екінші формула деп қойын. Болды. Осына барып нерге барып қоямын. Сонда менде мынандай нәрсе болады. Е тең, ЕК тең. Так, М0 бөлінген мына С квадрат. Мынаны жазып жатырмын қазір мынаны. Так, бөлінген бөлшектің асты 1 минус В квадрат С квадрат минус М0 С квадрат. Енді осы жерден М0 С квадрат жақшаның сыртына шығаруға болады. Сол кезде соңғы формула бізде қорытылып шыққан болады сонда. Бүйтейік. М нолевой С квадрат жақшаның сыртына шығарсам, 1 бөлінген түбірасты 1 минус В квадрат бөлу С квадрат минус 1 болады. Планшетпен сыр қиындау болып жатыр маған ше. В общем, осы формаға саламыз. Мен енді мынаны сәл бүйтіп астына шығарамын ғой, по-моему. Орнына қою керек мынаны, балдар. Масса нолевойға неше қоямыз, балдар, айтыңдаршы. 0,6. М нолевойға жоқ. М нолевойға 9-да. 9,1-ді қоямыз. 9,1, 10 минус 31. 31 дәрежесі килограммды қойсыңдар. Мен сендерге айтқам алдында, егер В-мыз 0,8-ге тең болса, С квадрат қаншаға тең болады? 0,6. 1,67 М нолевой. Так, егер В-мыз мен не егер Где мне нажимать, чтобы я разговаривала с вами, извините, но я не могу найти. С квадрат 0,6 0,6 шығады. В общем, мынау барлығын есептеген кезде жауабы неше болады, балдар? М. Мына формула салу керек. Baby, can we listen for me? Мынау әнші қайсы? Әнші қызымыз қайсы мынау? Кудовая. Так. Енді мен қазір Әнді кен. өшіре салайын мен қазір. Так, болды ма? Барлығын есептеп тұр ғой, иә? Так, мынаны есептейтін болсақ, жауабы 3,3 шығады. 3,3 көбейтілген оның минус 31 дәрежесі килограмм шығады. Осы жерден біз нені табуымыз керек қой? Массаны тапқан кезде. Тыныштық массасы М нолевой деген ғой, мына жерде М нолевой сұрап отырмыз. М нолевой бізде мына жерде балдар мынау 9,1-ді қоймайды екенбіз біз. Бұл электрон массасы екен, бұл бізге басқа қозғалып жатқан бөлшектің массасы сұрап жатыр екен. Барлығы бар, тек қана М нолевой жоқ. Осыны тапқан кезде бізде мына формула шығады. Мына жауап шығады. С деген жауап. Так, арыға жүре берсем бола ма? Кеттік ай. Кеттік. Жақсы. Ауаның әр куб метрінде 4/2 оның минус 3 дәрежесі су бар дейді. Так, әрбір куб метрінде десе менде уже бір шама бар. 1 метр куб. Так, массамыз 4/2 оның минус 3 дәрежесі килограмм болады.
Температурамыз 5 градус Цельсий. Температура бізге тікелей қажет болмайды, бірақ сол температурадағы қаныққан буын тығыздығы керек болады. Салыстырмалы алды, фи сұрап жатыр. Фидің формуласы қандай бізде? Екі формуласы бар. Ромен байланысқан. Ро бөлінген ро қаныққан буын. Көбейтілген 100%. Так, менде қаныққан буын бар екен балдар. Мынау, мендегі қаныққан буын бар. Демек, маған кімді табу керек бірінші? Бірінші роны тауып аламыз. Ро тең масса мен көлемге қатысты. Мынандай формула бар еді бізде. Бөлінген б. М бөлінген В деймін. Болды, осыған салып біз роны тауып алайық бірінші. Ро тең массам өз шығады ғой, иә? 4/2 10 бөлінген 1. Өз Иә, шығады. Өз шығады, иә. Жақсы, өз шығады деген. Апарып фиге саламыз енді. Фи тең осыны 4/2 10-3-ті бөлемін 6/76-ға. 676 екен ғой. 6/76 10-3. 62 болады. 0,62 жоқта болғанда 62%. 0,62. Сонда жауабы 62% болады. 100% көбейтсем. Бұл жауап бізде Б жауабы. Б. Бұл қай тақырыпта балдар? Салыстырмалы ылғалдылық бар. Дұрыс. Ауаның ылғалдылығы. Так, келесі есеп. 15-ші есеп не болар? 15-ші. Әр слайд сол. Мында слайдтың нөмірі қанша болса, есептің нөмірі сондай болады. Так, вольфрам үшін фотоэффекттің қызыл шекарасы дейді. Фотоэффекттің қызыл шекарасы не деп белгілеймін балдар? Нанометр дейді. Лямбда ғой. Лямбда макс па? макс Макс. 275 нанометр. Так, H бар, С бар, бұларды қайталап жазбай ақ қойын. Так, маған не сұрап жатыр? Шығу жұмысы сұрап жатыр. Шығу жұмысы деген фотоэффект мынаяқтан жарық кеп металға түседі. Металдың бетіне электрон шығып кету керек. Сол электрон шығу үшін түскен жарықтың энергиясы минималды мына мәнге тең болу керек. H шығу жұмысы тең болады. H new минимал деген формула бар. Ал немесе лямбда мен жазатын болсам, H бөлінген лямбда макс деген бар. Осының мынау ұсын қолданамыз. Мына формуланы. Ал қолданайық. Шығу жұмысының формуласы қалай болады? Так, H мына екеуін көбейтсек, жаттап алу керек оны. Қаншаға тең болады? Көбейтсе екеуін. 19-да 89 көбейту 10-26 дәрежесі. 10-26 дәрежесі болады. Опа. Болды. 19-89 10-26 дәрежесі. Так, бөлінген 275. 275 нано деген неше дәреже болды? Нано. 9 ғой, -9. -9. Давай, бөліп беріңдерші наны. 7/2 көбейту 10-19 дәрежесі. 7/2 көбейту 10-19 дәрежесі. 7 көбейту 10 Бірінші, бірақ 0 деген бір нәрсе шығады екен. Жо, 0 деп шығады, бірақ оны жоқтап алған кезде 7/2 болады. үтірді жылжытқанда болады. Үтір жылжытқан кезде. Негізі соны, сендер жауаптарын айта беріңдер, үтір жылжытуды үйрету керек болады. Өйткені ол да керек та бізге. Келесі жол, жарай ма? Сонда бізде 7/2 деген бізде Б жауабында бар екен. Кеттік ары қарай. Автобус дөңгелектерінің жолмен сырғанау үйкеліс коэффициенті дейді. Сырғанау үйкеліс коэффициенті. Миу ғой бұл, миу. 0,35-ке тең. Так, жылдамдығы 54 км/сағат болса, так, 54 км/сағатты метр секундқа айтып айналдырамын балдар. 15 метр секунд 6-ға бөлеміз сонда. 15 метр секунд. 15 метр секунд болады. Так, бұрылу доғасының ең кіші радиусы дейді. Бұрылу доғасының ең кіші радиусы R дейді. Так, мынандай есеп бар. Мысалы, бір поворот болатын болса, мына радиус болатын болса, автобус осы жерден бұрылған кезде, оған қандай күштер әсер етеді деген сұрақ бар. Автобус бұрылған кезде. Оған әсер етеді. Центрге тартқыш күш әсер етеді, яғни МА, және үйкеліс күш әсер етеді. F үйкеліс болады. Осы екеуін бір-біріне теңестірсек болады. Теңестіретін болсам, менде мынандай формула шығады. МА тең болады, F үйкеліс. Үйкелісті ашып жазайықшы балдар. Үйкеліс күшінің формуласы қандай болады? μmg. А тең μmg-ға. μmg. Негізі μn енді
горизонталь кетіп бара жатыр. Мю М. ға тең болады ол. Масса мен масса қысқара ма? Қысқарады. Қысқарады. А тең не болып қалды? А тең Мю G. мю G болып қалды. Так, тауып алайын ба? Тауып алайын, ә? 0,35 көтеміз 10 бар. 35 көбейту 10 тең болады. 3,5 болады. 3,5 метр секунд квадрат болады. Так, одан ары қарай кеттік. Енді мынау дөңгелек бойымен қозғалған кезде оған әсер етеді центрге тартқыш үдеу. Ол былай болады. А тең В В квадрат бөлінген R. R болады. R тапсам қалай болады? В В квадрат квадрат бөлінген А. Кеттік. Так, 15-тің квадраты бөлінген 225 бөлгенбіз. 64-те 3 болады ағай. 225-ті 3-те 5-ке бөлсек 64-те 3 болады. 34-3 метр болады, иә. Ол жауап бізде С Содан жауабы. Болды, кеттік. Мынау қандай формула? Центрге Нормаль тартқыш үдеу. үдеу. Нормальды немесе центрге тартқыш үдеу болады. Жақсы. Кеттік ары қарай. Температурасы 27 градус дейді. Т тең 27 градусты сразу кельвинге айналдыру керек. Ол 300 болады. Так, П нолевой бар екен, К бар екен. Концентрация. Концентрацияны қайтып белгілейміз, балдар? Молекуланы N ғой ағай, N. N-мен белгілейміз. Так, енді қысымның температураның бір-бірімен байланысқан, концентрация үшеуінің байланысқан бір формуласы бар. П тең N ката деген бай. N ката болады. НТК. Осы жерден N табатын болсам, П бөлінген ката болады. Осы формулаға саламыз. N тең П-мыз 10-5 дәрежесі, атмосфералық қысым ғой бұл, К деген аты не оның, балдар? Больцман тұрақтысы. 138 қойылген Т-мыз 300. 10-5 дәрежесі. Көбейтші 300-ді 1/38-ге бөлші. Ана минус 38 емес 23 қой мынау. 23. 414 ағай. 414. 23. Қандай 414 дейсің ба? 414, 10 минус 23. 1-ді 414-ге бөл енді. 2-де 4. Мақұл. 0 Екіде бүтін төрт. қанша? 0 бүтін 0,25. 1 бөлемін қазір. 0,0024. 0,00. 2,024 ағай. 2 нөлсі бар. 2,024. Оның неше дәреже болады қараңдар? Үстінде плюс 5, басында минус 23. Көтерілген кезде қосылады. 28. Қосып оқу 28 болады. 28 болады. 28. Енді жауабында 2-де 4 деп келтірген екен. Демек қанша түр жылжытам? 1, 2, 3 жылжытам. Үшеуі. 3 нөлге азаяды. 25 метрдің минус 3 дәрежесі. Бұл менде Б деген жауап болады екен. Кеттік ары қарай. Так. Ана есеп кішкене ұзақтау болады. Бүйтейін мен енді бұны. Бұны зумның доскасына бүйтіп шығарайын. Бұлай шығарайық. Индукциясы 0,1 Тесла. Б тең 0,1 Тесла. Так, радиусы 5-те 5-те 1 дейді. 5-те 1. 5-те 1 сантиметр. Дөңгелек пішінді контур орналасқан, контур көлденең қимасының ауданы дейді. Мынау контур. Мынау контурдың ауданы. Ал қиманың ауданы қандай екен? 1 миллиметр квадрат. 1 миллиметр квадрат дейді. 1 миллиметр квадрат. Контур жазықтығына тұрғызылған нормальға күш сызықтар параллель, өр сол жағдайда жойылғанда орамның көлденең қимасы арқылы өтетін заряд дейді. Ро берілген екен, бізде заряд сұрап жатыр. Кут сұрап жатыр. Бұл есеп енді күрделі есеп, балдар. Мына бір тақтаға сыймайды, сол үшін мен жазып бітіп қалған кезде өшіріп қайтадан жаздым болар. Бүйтейік. Бізде мынау S ауданды, мына S деген ауданына сақина ғой мұның. Ауданды индукция векторы қиып өткен кезде не пайда болады бізде? Индукциялық тоқ пайда болады ғой, иә? Индукциялық тоқ пайда болады. Одан бөлек өздік индукция болады. Так, біздің формуламызды жазайық. Эпсилон тең осы кездегі электромагнит индукция. Дельта F бөлінген дельта Т деген бар. Ал дельта F-ті бүйтіп ашуға бола ма? Дельта BS бөлінген дельта Т деп ашуға. Болады, иә? Иә. Бұл жердегі маңыздысы мынау
мынау контур деген сақинаның ауданы. Енді екінші ток пайда болады деген ток күшінің формуласы. I тең U бөлінген R. Бұл жердегі U бізде мынау бөгде күштердің әсерінен пайда болады. Сол үшін бізде эпсилон бөлінген R болады. Мына R деген кедергі. Осы жерден эпсилон табатын болсам, I көбейтілген R болады. Мынау менде бірінші формула, мынау менде екінші формула болады. Үшінші формула енді R-ді ашуым керек болады мен. R-ді ашатын болсам, ρ L бөлінген S болады. Мынау қима, өткізгіштің қимасы. Ал мынау не болады? Контурдың ұзындығы. Бұл жердегі L-ді айтты, мынау үшінші формула болса, мына L-ді табатын болсам, бұл былай болады. L-мыз 2π R контур болады. Мынау ғой, мына R контур дейді. Мынау төртінші формула болады. Осы төрт формуланы жеке шығарып кеп, соңында мынау Q-ды табуға, Q-дің формуласы тағы да бір ұмытса дегеніміз бар. I тең Q бөлінген Т болады. Дельта Q бөлінген дельта Т. Бесінші формула. В общем, осы бес формуланы жинау керек болдар. Ал бастайық. Қайтып жинаймыз? Бүйтейікті 1 мен 2-ні теңестірейінші. Бірінші. 1 мен 2-ні теңестіремін. Бірінші формула мен екінші формула. Так, B дельта B деймін. S контур. Контурдың ауданы бар ма менде? Контурдың ауданы. Оны да жазу керек ме неға? S контур жазу үшін біз бүйтеміз. Пи R контурдың квадраты болады. Мына 6-шы формула болады. Осы 6 формуланы біріктіру керек болады. Сразу орнына қоямын мен. Пи R контурдың квадраты бөлінген дельта Т. Тең болады. Екінші формулаға. Мынаны қойым керек мен. Қараңдар. I-дің орнына мен сразу кімді апарып қойсам болады? Дельта Q бөлінген дельта Т бола ма? Иә. Дельта Q бөлінген дельта Т апарып қойдым. I жазым. R-дің орнына мынау үшінші формуланы апарып қойсам бола ма? Ро тең L контур бөлінген S қима болады. В общем, мынаны есептеу керек болады. Біраз уақыт кетеді мынаған. Сонда менде мынаны да ашып жазу керек қой, қиманы да. Болмаса мынаны бөлек тауып аласыңдаршы. Бөлек тауып аласыңдар. Тауып бере салшы кім? Ғинаят алтынай есептеңдерші мынаны. 3/14. Аняға жазсам. 5/1-нің квадраты. 5/1 менде сантиметр квадратқа ол 3 былай болады. 5/1 оның 2 болады. 81 көбейту 10-ның -4 дәрежесі ай. 81 10-ның -4 дәрежесі. Иә. Жақсы, мынау былай тұра берсін. L-ды да есептеп бере салшы маған. L-ды. L дегеніміз 32 көбейту 10-ның -8 дәрежесі шықты. 2π R контурым менде 5/1. 5/1. 32 көбейту Қанша болады 10-ның екен? Қанша болады? 32 көбейту 10-ның -8 дәрежесі. 32 10-ның -2 дәрежесі. Апарып қоямыз. Мына Т мен мына Т қысқарады ғой мына жерде. Так. Мен қазір түсімді ауыстырайыншы мен. Так, дельта бұның орнына не қоямын? Дельта бұның орнына 0,1-ді қоямын. 0,1 көбейтілген 3/14 R контур квадрат. R контур квадрат. Бұны біз шарт қойдық па бағана? Контурды. Мынаның полный орнына қоя салмаймын мынаны, 81. Иә. 81 10-ның -4-ті қоямыз. Тең болады. Дельта Q көбейтілген. Ромыздың мәнін қоямыз. Ромыз қанша? 1/68. 1/68 10-ның -8 дәрежесі. Көбейтем. L контур неше болды? L контур. 32. 32 10-ның -2. Бөлінген S қимамызша. Оны есептедік па? Жоқ. Демек, S қиманы бөлігі есептейік. Формасы кән ерді? Ағай, Қиманың ауданы бар ғой. S қима бар ма менде? 1 миллиметр квадрат. Контур көлденең қимасының деген бар ғой. 1 миллиметр. 1 көбейту 10-ның -6 дәреже бола мынау? Иә. -6 дәрежесі. В общем, осы жерден дельта Q табамыз балдар. Ары қарай арифметика. Так, 1/68 көбейтілген 32 бөлемін 1-ге, ол өзі болады 53/76. Ана жақтан 0,1 көбейтемін 81 бөлу
0,15 шығып жатыр ғой. 0,15 шығып жатыр. Кум 0,15 болады. Иә, ағай 0,15 болады. Дәрежелердің барлығын торлайсыңдар, барлығы қысқара деген жауабы 0,15 кулон болады. Ол бізде мынау С жауабы болады. Мынаны енді бізде қазір уақытымыз шектеулі болғаннан кейін мен формулаларын жазып бердім. Ары бөлек үйде дәптерге жазған кезде осыны асықпай өздерің бөлек жазсаңдар тағы да четкий қылып түсініктірек болады. Жақсы ма? Кеттік ары қарай. Мынаны өшірейін. Так. Мынаны тазалап алайын тақтан. Кеттік, келесі есеп. Бұл есеп енді қатты қиын емес. Радиолокатор дейді. Импульс n тең 4000. Локатордың барлау тереңдігі дейді. X деп алсақ болады. X тең радиолокатордың формуласы СТ бөлінген қандай болады? 2n. 2n. 2n ба? 2n. 2n дейді. Так. Уақыт жоқ деп ойлап қалмаймыз. Секундына десе Т тең қанша секунд болады? 1. Болды, осының орнына қоятын болсақ, X тең С-мыз бізде 3/10-8 жарық жылдамдығына тең 1 бөлінген 2. 37,5 километр болады ағай. Қандай бола ма? Иә. 7,5 10 километр мақұл жазайын. Ол Б деген жауапта тұр. Кеттік ары қарай. Так, параллель жалғанған өткізгіштер бойымен ток жүрген кезде дейді. Параллель жалғанған өткізгіштер бойымен ток жүрген кезде, мынаны параллель. Так, не дейді? Кедергі үлкен болса жылуға байланысты екен ғой барлығы. Кернеу жылуға байланысты. Бүйтейік, өткізгіштен ток жүретін болса, оның бойынан жылу бөлінеді. Вот сол жылуды сипаттайтын формула қандай еді біздегі? Джоуль Ленц заңы. I квадрат RT болады. Енді бізде былай болады. Параллель жалғанатын болса, менде I тең U бөлінген R деген бар. Параллель жалғанатын болса, қай шама тұрақты болып қалады өткізгіштерде? Кернеу ағай. Міне параллель жалғанып тұр. Міне осы кезде мынау R1 болсын мысалы. R1 мынау R2 болсын. Кернеулер тең болады. U1 тең U2, жалпыға тең болады осы. Енді мен мына формуланы қолданған кезде, бұл формуланың ішінде U болғаны маған тиімді. Өйткені екі жақта қысқарып кетеді. Сол үшін мен Ают деген формула. иә, айдың орнына апарып мынаны апарып қоямын қазір. Мынаны апарып жерге қойған кезде менде мынандай формула шығады. U тең U квадрат бөлінген R көбейтілген не болады? Т болады. Так, осы жерде енді менде Q R-ға тура ма кері ма? 1 бөлінген R. Кері. Кері пропорционал. Кедергісі неғұрлым артық болса, оның бойынан бөлінетін жылу аз болады. Дұрыс па? Кері пропорционал. Кері. Ал мынау көп болса аз болады. Жауаптарын көрейік. Кедергісі үлкен өткізгіш аз жылу бөледі дейді. Осы дұрыс ау деймін болмай бізде. Біріншісі. Кедергісі аз жылу бөлінеді, кедергісі аз кернеу жоқ, кернеу бірдей екеуінде. Кедергісі үлкен өткізгіш көп жылу бөледі. Дұрыс қой болды ғой, кері болса, А деген жауап болады. Ал егер тағы да қосымша айтып кетейін, егер тізбектей болса қалай болар? Тізбектей болса, U тең I квадрат RT дейсіңдер. Өйткені тізбектей кезінде айлар тура мынау сияқты айлар тең болады бір-біріне. Бұл кезде Q-мыз бізде R-ға тура пропорционал. Егер тізбектей болатын болса, мынаусы кедергісі көп болса, жылуы да көп болады. Жарайды, кеттік ары қарай кеттік. Ядролық реакциялардағы белгісіз бөлшек дейді. Так, ядролық реакцияларды жазамыз, қараңдар. Реакцияның алдында мынау дейінгісі, мынау тұр, мынау кейінгісі. Дейінгісіне не деп тұр екен? Үстінде 14-те 7 N плюс сұрақ белгі, сызықша 1-де 1 протон плюс 17-те 8 оттегі. Ал қараңдар, бізде кейбір топтар бұл тақырыпқа жеткен жоқ, бірақ қатты қиын емес. Реакцияның астын үстін қосып теңестіре саламын. Бүйте саламын мен. Реакцияны бүйтіп жазайын. Мына жақта қараңдар, астын қосайын. 1-ге 8 қосам 9 болады. Төбесіне 1-ге 17-ні қосам 18. Осы бір элемент қой, Y деп қоя салайыншы. Мына жақта қараңдар. Мына жақта 7-те 14 дейді. 7 9 болу үшін қанша керек мына жаққа? 2.
мына жерде x болып тұр. Мына жерге 2-ні қойсам, сонда ас 9 болады. 9 болады. Мына жаққа 14. 14-ке Үшеу. қаншаны қойсам 18 болу керек. Төртеу. Төртеу. Төртеу қоямын. Сонда бұл қандай бөлшек болады менде? Альфа бөлшек. Альфа бөлшек. Альфа бөлшек. Альфа бөлшек. Альфа мынау 9 емес шығар мынау. Мынау 2 ғой мынау. Екі асты. 2 болады. Сонда 2-де 4 болады мына. Альфа бөлшек. Немесе бұны гелий атомы деп айтуға болады ма? Гелий, иә. Гелий Иә, атомының ядросы деп те айтуға болады. Екеуі бір нәрсе, екеуі, иә. Гелий атомының ядросы. Атомның өзі емес. 2 электрон жоқ. Кеттік ары қарай. Так, мына есеп не дейді? Ұзындығы 15 сантиметр. L тең 15 сантиметр. Көлденең қимасының ауданы S тең 20 сантиметр квадрат. Орам саны қанша екен? 200 орамнан тұрады. Егер соленоидтағы токтың шамасы Т тең 0,1 секундта I1-іміз 1 ампер болған, I2-іміз 4 амперге дейін өзгерген. Осы кездегі электр қозғаушы күшін тап дейді. Мынаны сұрап отыр. Так, жазайық. Бұл кезде Е тең эпсилон ноль дельта I бөлінген дельта Т деген. Бар ма осындай формула? Бар. Өздік индукция. Бар. Дельта I менде екеуінің айырым болады. Так, түсінікті ол. Уақытта бар шығар менде, уақытта бар екен. Енді менде кім жоқ? Л жоқ. L жоқ. Енді біз білеміз. Индуктивті. Осы соленоидтың L-ын табатын формула қандай еді балдар? Өткен сендерге жібермеймін мен сендерге. Мю нолевой, Мю n нолевой. квадраты бөлінген L. Бөлінген L квадраты көбейту бөлінген S. S. L көбейтілген S болады. Болды. Бірінші мынаған салып L-ді тауып аламыз. Екінші шыққан мәндерді мынаған қоямыз да электр қозғаушы күшін табамыз. Мю нолевой деген бізде тұрақты ма міне? Мынау тұр. Магнит тұрақтысы. Магнит тұрақтысы. 4π оның -7 дәрежесі. Ал мюіміз ол 1-ге тең екен. Болды. Есептейік қана. L-іміз қанша болады? Так, мюіміз 4π-іміз қанша болады? 4π деген 4 көбейту 3-ке 14 12-те 56 көбейту 10-ның 7 жасай. N-іміз қанша? 200 ба? 200 көбейту 200 көбейту S-іміз қанша? 20 тең болады. Бөлеміз L 0,15. Шын менде мынандай нәрсе болды. Дәрежесі нормальный дәреже бар ғой мына жерде. Менде мынандай болды. 6, 9 Ашет 0 деп аласың ше? 0 деп аласың 9 деген. 67 көбейту 10-ның 5 дәреже, -5 дәрежесі шықты. Сөйте салайын. Енді 67 көбейтілген оның -5 дәрежесі. Болды, апарып енді эпсилонға апарып қоямыз. 67 оның -5 дәрежесі көбейтілген. Дельта I-ым қанша болады балдар? Болады. 4-тен 1 алып. Бөлінген уақытымыз қанша екен? 3, 0,1. 20 шығады екен жауабы. 0,1. 20 милли. 2 вольт болады, иә? Оны біз не деп аламыз? 20 милливольт. Ол бізде В деген. Ол мына формуланы жаттап алу керек болады, олар соленоидтың индуктивтілігінің формуласы. Ал мынау өзіміз білетін өздік индукцияның электр қозғаушы күші. Кеттік, ары қарай кеттік. Ал мынау қызық есеп бүйтеді. Бұл термодинамика. Суретте бірінші күйдегі температурасы Т0 дейді. Мына жердегі температура Т0 болған екен. Т0 болған. Так, идеал газ күйінің өзгеруі көрсетілген. Газ бірінші күйден үшінші күйге өткен екен. Бірден үшке өткен. Яғни мына нүктеге келген. Оның ішкі энергиясының өзгерісін тап дейді. Ішкі энергияның өзгерісі дельта U былай болады. U минус U нолевой болады. Соңғы ішкі энергиясына бастапқы ішкі энергиясы. Енді бүйте саламайды. Бастапқысы қай нүктеде балдар? Бірінші нүктеде ма? Иә. Бірінші нүктедегі мен U-ның формуласын мен ашып жазайын да. Қанша атомды? Бір атомды, екі атомды деп жазған ба? 2 атомды деп тұр ғой. 2 атомды болса қанша болады? 1 5 болады, бөлінген 5. 5 бөлінген μ RT болады.
Ал мен мына теңдеу Менделеев Клапейронның қай жағы? Оң жағы, иә? Менделеев Клапейронның бүйтіп жазуға болады, ПВ тең нью РТ деп. Сонда мынаның орнына мынаны апарып қойсам бола ма? Болады, иә? иә болады. Сонда бүйтіп жазамын. Бастапқы уды бүйтіп жазамын. 5 бөлінген 2 П көбейтілген В. Мынау үшінші нүктедегісі. Ал бастапқы бірінші нүктедегісі былай болады. 5 бөлінген 2 ол өзгермейді. Ол П нолевой болады. Ол бірінші нүктеде. Болды. Енді осының дельта деген осы екеуінің айырымы болады. Сонда мына бірінші теңдеу, екінші теңдеу, үшінші теңдеу. Апарып дельтаға сала салайыншы сразу мен. Дельта у тең 5 бөлінген 2 Ровы. В минус 5 бөлінген 2 П 0 Нолевой. Ал айтасыңдар енді маған. П қаншаға тең менде? Мына жерге жазып алайын мен енді жерге. П нолевойым өзіне тең екен. П нолевой өзіне тең. П-ға тең. В-ға тең. Ал П қаншаға тең менде? П. Үшінші нүктедегі қысым. Мынаға тең болады. 4 П-ға тең болады. 4-ке. Ал В-шы? В X-ке. тең 3 В болады. Так, енді бұны апарып қоятын болсақ, дельта у тең 5 бөлінген 2. Мына жақшаның сыртына шығарсам бола ма балдар? Болады ғой, иә? 5 бөлінген 2 деген. Екеуінде де бар ғой. Так, мынаның орнына қанша қоямын? 4П-ны қоямын. 4П плюс 3В минус анау П болады, В болады. Есептеңдерші, мына қанша болады? 12 ПВ минус 11. Мына жерден мынандай болады. 11 ПВ. 27,5 ғой. 27-те 5 болады. 5-ке көбейт 2-ке бөлсең 27-те 5 ПВ болады екен. Сонда бізде бұл А жауабына сәйкес келеді. Болды балдар. Ішкі энергияның өзгерісін жаздым, екеуінің айырымы 2 нүкте үшін ішкі энергияның формуласын жаздым. Міне былай. Сөйтінде екеуін бір-бірінен азайтып салдым. Жауап 27,5 шығады екен. Кеттік ары қарай. Тербелмелі контурдың конденсаторының сыйымдылығы мынаншаға артқанда дейді. Так, бұны бүйтіп жазамыз. Мынаншаға артқанда. Значит, басында С1 болған. С2 мынаншаға артқан. Демек, С1 плюс 80 нанофарад. Так, жиілігі 3 есе кемейді дейді. Басында жиілік нью болған, соңғы жиілігі 3 есе кеміген. Демек, нью бір болса, мынау азайып кетсе, бүйтесем бола ма? Екінші жағдайда кеміген. Теңестіру үшін соған 3-ті көбейді. Индуктивтілік өзгермейді. L туралы, яғни қозғамай қойсақ болады. Бастапқы сыйымдылық С1 сұрап жатыр. Қай формула балдар? Тербелмелі контурдың периодын табатын формула, жиілігін периодын табатын. Томсон емес па? Иә, Томсон формуласы. 2π L болады. Осыны мен жиілікпен жазатын болсам, былай болады. 1 бөлінген 2π LC. ньюді бүйтіп алсам бола ма? Тек қана менде өзгеріп жатыр, тек қана конденсатордың сыйымдылығы өзгеріп жатыр. Егер мынау 1 болса, мынау 1 болады, 2 болса 1 бөлінген түбір С2 болады. Ары қарай не істейміз? Ары қарай бір-біріне бөлеміз. Мына 2 теңдеуді. 2 теңдеуді бір-біріне бөлсем, нью 1 бөлу нью 2 тең болады. Екеуінің орны қалай түседі олар? Екеуі бір-біріне қатынасын алған кезде. С2 бөлу С1. Ауысып түседі. Ауысады. Так, кеттік ары қарай көрейік енді. Ауысқан кезде енді нью 1-дің орнына апарып қоямын, 3 нью 2-ні қоямын. 3 нью 2 бөлінген нью 2 тең болады. Түбір С2-ның орнына мынаны апарып қоямын. С1 плюс 80 деп тұра берсінші, наносын жазбай қойын, өйткені соңғы шығады бәрібір. С1. Мына мен мынау қысқарады. Няқа кетті. Квадратты салып екі жақты. Квадраттан ба түбірден шығару үшін сразу 9S1 тең 10 болады. Оппа. 9 бола ма? 9 иә 9S1 тең S1 плюс 80. 9S1 тең S1 плюс 80. Мына өткізсем қанша болады ол? 8S1 болады. 10 болады қайтсыз сыбырыңыз. Болды, С1 тең 10 болады. 10 микрофарад па? Негізі микро емес, мынау не болу керек қой?
Нано болу керек. Мына жерде нано ма? Нано болса сол Иә. нано болу керек қой, нанофарад. Д жауапта тұр ғой. Д жауапта тұр ма? Мен сол наны көріп жатырмын ғой мәселе. Болды, 10 нанофарад. Кеттік ары қарай. Ал тыныштықта тұрған білеушіге оқ мынанша жылдамдықпен кеп тиді дейді. Оқтың жылдамдығы 250 екен. Так, білеушінің жүрген жол дейді. Мынау кеп тиді, мына білеуші тыныш тұрады. Одан кейін оқ ішінде қалды да бірге ары қарай қозғалып кетті. Так, жүрген жолын сұрап жатыр. Эст сұрап жатыр. Так, не істейміз? Мынаның екеуінің әсерлескен күштерін жазып алайық. Мынау кеп оқ тиген кезде мынау білеушіге үдеу береді. МА болады. Бізде мына қараңдар, бізде үйкеліс коэффициенті беріп қойған. Демек, МА мен F үйкеліс бір-біріне тең деген сөз. МА тең болады. Үйкеліс күшінің горизонталь бағытта болатын сырғанау үйкеліс МЖ болады. Мына мен не істейді? Массалар қысқарады. А тең UG. Кеттік. Үдеу қанша болады сонда? 5 болады ғой. 5 бола ма? 5 метр секунд квадрат. Ал ары қарай бізде қозғалыс қандай? Үдемелі ма, кеммелі ма балдар? Кеммелі. Кеммел болады. Қозғалыс кеммелі болады. Яғни қозғалып барып тежеледі, бар ма? Тоқтайды. Иә. Сөйтіп аламыз бізде формула S тең В не болады? Біздегі В квадрат бөлінген 2А болады. Мынаны біз қозғалып жатыр, мынау масса бар. Мынаны В штрих болады мынау. В штрихті бөлек табу керек бізге. В штрихті қайда тауып аламыз? Бұның Соқтығыс қой мынау. Соқтығыс. Қай тақырып? Импульс па? Вот, импульс. Импульс. Соқтығыстың неше түрі бар балдар? Түрі бар, Екі ай. тегі. Серпінді, серпінсіз. Серпімсізге жатады. Иә, бірге қойылады ғой. Так, демек мында болады. М нолевой, В нолевой тең болады. Бірге кетіп бара жатыр, массалар қайтеді? Қосылады. В штрих. Жылдамдық сақина болады. В штрих тауып аламыз. М нолевой орнына қоя салайыншы сразу. 20 грамм бола мынау. 20 грамм 250 тең болады. 20 плюс 480. 500. В штрих тауып беріңдерші. Қанша болады? 10-ға тең. 10 болады. 10 болады ай. 10 метр секунд. Жақсы. 10 метр секундқа тең болса, ары қарай мынаны шығарамыз. Кеттік. S тең. Мына жерде соңғы жылдамдығының квадраты болады. Бірақ соңғы жылдамдық менде қаншаға тең болады? 10-ға. Тең. Тоқтайды. Нөлгене. То есть. Кеттік. В штрихтің орнына қоямын. 10-ның квадраты бөлінген 2 көбейтілген үдеу менде 5. 5000. 10 болады ғой. 10 10 болады. 10 метр. 10 метр. Жақсы. Да жауап. Д жауап. Жақсы, кеттік ары қарай. Қанша 25-ке кеппіз ғой, 25-ші есеп. Текста. Мынау жақсы көрініп тұр ма балдар сендерге? Иә. Иә. Жақсы. Кішкентай емес па тақта? Нормально. Кеттік. Ерекше қарбыз дейді. Ерекше қарбыз шығарайық. Так, жапондық селекционер Томоюки Оно деймін ма, не дейді? Аты жыдағы екен не қазір. Мен сәл жақындатайыншы. Куб тәрізді қарбыздың сортын шығарды дейді. Куб тәрізді мына жетісайлықтарға айту керек қой. Жаңа сортты шығару кезінде ол ешқандай механикалық әрекет және химиялық дәрі-дәрмек пайдаланбағанын ашық айтты дейді. Куб тәрізді қарбыздың негізгі артықшылықтары тасымалдауға және сақтауға ыңғайлы. Так, қазіргі таңда куб тәрізді қарбызды өсіру үшін арнайы шыны ыдыстар салат шыны ыдысқа салады дейді. Шыны ыдыстың қабырғасы әдетте 20 см. А тең 20 см. 0,2 бола ма? Иә. Қарбыздың тығыздығы судың тығыздығымен бірдей дейді. 1000-ға тең екен, жақсы. Так, бұл куб екен. Куб. Яғни мынандай ыдысқа салып қояды дәнегін, сол дәнек сол кубтың формасын алып өседі. Бірінші сұрақ. Шыны ыдысқа өскен қарбыздың көлемі дейді. Кубтың көлемі қанша болса, қарбыздың көлемі сонша болады. Ал айтыңдар. Кубтың көлемі 0,2-ның кубы болады. А куб емес па, иә? Иә. 0,08. 8 көбейтіп 10-ның -3 дәрежесі. -3 дәрежесі, иә. С мен А болуы мүмкін ба? Или қалай? Былай бола ма? А болмайды ғой. 8 көбейтіп 10-ның -3 дәреже. Бұда тек қана бір жауап болады. Сонда жауабымыз бізде С жауап болады. Кеттік, келесісін көрейік.
көлемі 0,02 метр куб болатын кәдімгі қарбыздың массасы m болса, кубтар осы ма еді? Дұрыс. Көлемі 0,2 болатын кәдімгі қарбыздың массасы m болса, куб тәрізді қарбыздың массасы қанша дейді? Бедік көлемі, мынаны бүйтіп алайын да мен. В штрих деп алсайшы, 0,02 метр куб болатын болса, осының массасы неше болады екен? m болады екен. Санын айтпаған. Жарайды. Куб тәрізді қарбыздың массасы қанша болады? Біздің v-мыздың массасы сұрап жатыр. V-мыз қанша болды менде? 0,008 болды ма? Бағана? Иә, -3 болған еді ғой. Осының массасын сұрап жатыр. Масса екеуі бірдей болып қалды, оны. Жарайды, мынаны бүйте салайыншы. Үлкеннен бүйте салайыншы. Бұны қайтып шығарамыз. Масса тең ρ көбейтілген v. Қарбыздың тығыздықтары өзгере ма? Екі жағдайда да. Өзгермейді. Өзгермейді. Жоқ. Сонда 1000 бүйтемін. көбейту 0,02. Мынаны бүйте салайыншы, m' дей салайын мынаны. m' болса v' болады, m болса ρ көбейтілген v болады. Сонда орындарына қоя салайын да кеттік, не болады? m' бөлінген m тең болады v' менде 0,02 болады, мынау 0,008 болады. Осы жерде маған нан табу керек, массаны табу керек. Көбейтіңдер. 0,008-ді бөлемін 0,2-ге, көбейтемін m'-ге. 0,4 m'. m тең 0,104 бола ма? 10-4 бола ма? 0,4 бола ма? 0,4. 54 болады. Бұны енді бөлшек түрінде жазатын болсақ, балалар, бөлшек түрінде жазатын болсақ, бұлай болады бұл. m тең 0,4-ге тең 2 бөлінген 5 бола ма? 2 бөлінген 5. Иә, 5. Осы жауап. Бұл жерде мынау болады, балдар. Мынау жауабын 5 бөлінген 2 деп ауыстырып қойған негізі. Бұның жауабы 2 бөлінген 5 болу керек. Бұл точно болу керек. Д жауабы болады. Кеттік, ары қарай жүрдік. Так, келесі. Егер шыны кубтың қабырғасын 5 сантиметрге арттырса, куб тәрізді қарбыздың көлемі дейді. Кубтың қабырғасын 5 сантиметрге арттырсақ дейді. Есептейміз енді. Так, басында қанша еді? 0,2 еді, 0,2 метр еді. Ол кездегі көлемі неше болды бағана? 0,008. Ал енді 5-ке арттырамыз оны. 5-ке арттырсам қанша болады? Екінші жағдай. Абыр дей білейін. 0,05-ке ма көйту керек. 5 сантиметр 0,25 болады. басында 20 еді, 20-ға 5-ті қосам, тең 25 сантиметр болып кетеді қабырғасы. Ол деген менде 0,25-ке тең. Сонда 0,25 метр болады. 2-де 25 есе артады онда. Жоқ, асықпаңдар. V2-ні табу үшін мен A2 куб деймін. Дұрыс па? V2-ні тапсам 0,25-ті кубта қанша болады? Кубта аямай. 156. 150, жоқ, 15625 қой. Дәрежесі бар ма? Иә, бар ғой. Ой. 0,25 көбейту тең болады. 15625 көбейтілген оның -6 дәрежесі бола ма? -6 дәрежесі болады. Көбейту тең. Что болады ғой жауабы? Мынандай болады екен. 0,015 625 метр куб болады. Енді артып жатыр ма, кем батыр ма менде? Қазір артып жатыр. Қаншаға артқан табу үшін бүйте салам мен? V2-ні V1-ге бөле салам. 0,0-ге бөле саламыз ба? 625-ті бөлемін 0,008-ге бөлесің. 1,95 шығады ғой, по-моему. 0,008-ге бөлсем 1,95 болады. Сонда былай болып тұрған менде. V2 дегенім 1,95, V1-ді ана жаққа көбейтсем былай тұр. V2 артық қанша пайызға? Қанша есеге артық? 1,95. 1,95 артық. Кеттік ары қарай. Мынау негізі контекст есеп қатты қиын емес, бірақ қана майда да отыру керек. 29 есеп. Егер куб тәрізді қабырғаның қалыңдығы 1 сантиметр болса, онда оны жеуге болатын жарамды бөлік. Қарбыз жеген кезде қайтып жейміз? Сыртымен қосып жеп қоймайсың ғой, сыртын бөліп шарп тастайсың. Так, сонда
отход бар, жейтін бөлігінің, таза жейтін бөлігінің көлемін сұрап тұр ғой бізде. 19 өзі нейді. Деп салайық міне. 18 деп аламыз ғой. Иә, соны мен қазір сіз көрсетейін, иә. Сіз көрсете салайын қазір. Бүйтейік. Мына қандай бір көкпен ала берші. Мынау менде қанша еді жалпы? Бізде 20 еді, иә? 20 еді. Мен түсім неғып өзгеріп кетір мен. Оппа деп қойдық. Сонда мына жағынан 1 сантиметр кесіп тастаймын, мына жағынан 1 сантиметр кесіп тастаймын. Төбесінен 1 сантиметр алып тастаймын, астынан 1 сантиметр алып тастаймын. Мына жақ кетті. Болды. Сонда ұзындығы неше болып қалды айтыңдаршы, ұзындығы? 18 16 сантиметр. 18 сантиметр болып. 18. Мына жағы, биіктігі. Болды 18 сантиметр. болады. Болды, сонда бұл жердегі А' менде 18 сантиметр. 0,18 метр болды. Болды, В' таба салайық. А'-тің кубы. 5832 ай. 5832. 0,18-дің кубы. Неше? Ағай, сантиметр ғой, сантиметр метр. Сантиметрмен ба? 18 Керек радикта. дейсің Иә. В' тең болады 18-дің кубы. 5832 32 сантиметр. Пожалуй, екен ғой. болды, кеттік ары қарай. Қарбыз жегіміз келіп кетті ме, не болды? Жаз келе жатыр, иә? Жаз. 2 ай бар ау әлі. Шлей 2 ай емес шығар енді. Так, жүк көтергіш дейді. 3,6 тонна жүк көлігіне куб тәрізді қарбыздар тиеді. Көлікке тиеуге болатын қарбыз. В общем, мына машина фура ғой енді, фура. Мына дөңгелектер. Зор фура болады, иә. Қараңдар. Осыған 3,6 тонна сияды екен. Осыған қанша штук қарбыз кетеді дейді. Ол үшін біз бүйтейік. Бір қарбыздың массасын тауып алайық. Бір қарбыздың массасы қанша? Оны кетіп табамыз. Масса тең болады. Ро көбейтілген В дейміз. Давай, ромыз 1000-ға тең ғой бағана, сутықмен бір дедік. В-мыз қанша еді бағана? 0,008 8 болады. 8 8 килограмм болады. 8 килограмм болады. 8 3'те килограмм. 6'ны 8-ге бөлеміз ба? 1600-ді 1600. 8-ге бөлсек, Мына 450 болады. 3600-ді 8-ге бөлсем 450 болады. 450. Штук қой анау, штук. Болды, кеттік. 3600 кішкентай машина екен, иә. Так, келесі. Бор постулаттар дейді. Бордың қанша постулаты бар болдар? 2 ғой ағай, 2 емес па? 2. Бірінші постулат айтады, атомда электрондар қозғалатын стационар орбиталар болады дейді. Соны тауып алайық. Кеттік. Электрондар қозғалатын стационар орбиталар болады. Біріншісі мынау болады. Дұрыс қой, иә? Біріншісі ол. Иә. Біріншісі кетті. Енді Екіншісі, үшіншісі. екіншісі не дейді? Екінші постулат әр орбитадан екінші орбитаға өткен кезде энергия шығады немесе жұтады. Жұтылады. Болды, осылай белгілейсіңдер. Екі постулаты кетті. Жаттап алу керек бұны, өтпегендер. Кеттік, келесі. Не дейді? Газдың тегі мен оның молекулаларының 20 градустағы температураларының орташа квадрат жылдамдықтарының мәндерін сәйкестендір дейді. Мынандай екі түрлі газ бар. Екеуінің квадрат жылдамдықтарын бөлек-бөлек табамыз да. 20 градус. Қосамыз ба? 20 градус. Айналдырсам, 20-ға қосам 273 қанша болады? 293. 290. Үштемді таба салам неге болды. В гелий болса, бүйтем. Жоқ, 3 көбейтілген РТ бөлінген мольдік масса гелий. Болды. Мольдік масса гелийдікі 4 грамм дейді. 4 грамм қанша болады менде? 10-3 дәрежесі. 0,004 деп аласаңдар. Дәрежеден шығарып атқан кезде дәрежесін келтіру керек болады. Болды, сала салайықшы. 3 көбейту 8-де 31 көбейтілген 293 бөлінген 0,004 түбірдің астында. Қанша болады? 1351,3 примерно. Болды, біріншісі мынау болады екен, иә? Мынау гелий болады. Иә. Так, екіншісі азот дейді. В азот.
3rt бөлінген m азот болады. 3 көбейту 8-де 31 көбейтілген 200 бөлінген 510,8 метр секунд. қанша болады? 510 метр секунд. 510,8. Болды, мынау азот болады екен. Азот. Болды, осылай сәйкестендіресіңдер. Арға жүре берейін ба? Кеттік Иә. па? Жақсы. Магниттің қозғалысымен А нүктесіндегі индукциялық токтың бағытын сәйкестендіріңіз дейді. Индукциялық токтың бағыты. Еске түсірейік, индукциялық токтың бағытын қай қолмен анықтаймыз? Оң қол ма, сол қол ма? Оң қол, оң қол. Оң бұрқ Оң ережесі. бұрқ ережесі, иә. Жақсы. Так, бүйтеміз енді. Мынау Ленц ережесі ғой, таза Ленц ережесі. Ленц ережесінің өзі сәл қиындау. Бүйтейік. Жолақ магнит солтүстік полюсімен сақинаға жақындайды дейді. Мынау жақындайды, біріншісі. Жақындап жатыр. Жақындаса, n-нен индукция векторы шыға ма, әлде ене ма? То есть шығады ғой. Шығады. N-нен шығады, былай қарай кетіп жатыр. Мынау сыртқы өрістің индукциясы. Бұ. Маған енді нені табу керек? Ол қалай өзгереді бұл? Жақындаса артады ғой, иә? Жақындаса артады. Ал индукциялық тоқтың өзінің магнит өрісі мынау артып жатса, оны не істейді? Қайтадан кіргізеді. Кемітуге тырысады. Мынау Б-ай. Б-ай деп қойды. Оң бұрқ ережесін мен оң қолды Б-айға туралаймын. Сонда Б-айды былай қарай бұрамыз. Осы кездегі біздегі А нүктесіндегі ток күшінің бағыты қай жақ қарай дейді? А нүктесін мен бүйтіп сарымен ба салайын енді. Горизонталь оңға ондағы. Неудачный болды оны, қандай мен салайын? Төмен болмай ма? Төмен бола ма, қалай болады? Жоқ, айға қарай болса, былай қарай. Айға қарай болса оңға боларын жүр. Ай, төменге қарайды, тік Төмен қарайды. Сонда А-ныңкі төмен, тік төмен болады, тік төмен. Мынау болады. Былай болады. Ал жолақ магнитті солтүстік полюсімен шығарсақ, алшақтатсақ. Наоборот, суыратын болсам. Горизонталь солға. N болады, оны шығаратын болсам, тура осы ток күшінің бағыты наоборот ауыса салады болды. Тік жоғары болады ол кезде. Мынау былай болады. жоғары болады. Тік жоғары болады. Болды, кеттік ары қарай. Мына Ленц ережесін бөлек тағы бір қайталау керек болдар. Өйткені мына теориясын өте ұзақ, кішкене тонкий нәрселер бар да. Барлығын түсіндіруге кішкене уақыт тура келмейін деп тұр. Кеттік. Шайбаны соққаннан кейін тең 0 секунд мезетте шайба бірінші графикте көрсетілгендей беті тегіс көлбеу жазықтық бойымен жоғары қарай бастапқы жылдамдықпен сырғанайды. Так, 2 және 3 графикте сипаттайтын физикалық шамалардың графиктері бар. Тап дейді. Қараңдаршы болдар. Мына шайбаны бастапқы жылдамдық берсем, ол жоғары қарай қозғалады. Иә. Жоғары қарай қозғалып кете бере ма, қалай ойлайсыңдар? Жоқ, ана күшін яғаннан кейін. Жоқ. Bir жерге барып Үдеуімен жылдамдығы азая береді. тоқтайды да, одан кейін артқа қарай қайтады, дұрыс па? Иә. Так. 0 болғаннан кейін қайтадан артқа қайтады. Қараңдар, жоғары шығып бара жатқан кезде басында, мына басында үдеуі үдемелі ма, кеммелі ма, жоғарыға кетіп Кемімейлі. Кеммелі болады. кеммелі болса, үдеудің шамасы не болады? Теріс болады, не ма? Нөлден кішкентай болады. Яғни теріс болады. Ал қайтып келе жатқан кезде төмен қарай. Үдемейлі. Оң болады. Үдеудің таңбасы оң болады, бірақ несі бар? Бірақ X өсіне қарсы ма, бағыттас па, қараңдар? Мынау X өсіне. Қарсы. X өсіне қарсы болады. Қарсы болса, оның да мен таңбасы не деп алуым керек? Үдемелі болса да. Сол үшін аны ол да кішкентай 0 деп есептеймін. Сонда мендегі мынау тұрған, менде 0-ден кішкентай, мына шекесіне қою керек қой. Мынау Т берілген, мынаны табыңдар деп отыр. Мынау не болады сонда? 0-ден кіші. Үде болады, 0-ден кіші. Қандай үдемен барды, сондай үдемен қайтады. Бартқан кезде кеммел, қайтып кеткен кезде үдемел. Бірақ мына жерде проекциясы теріс болғандықтан оны да минус деп аламыз. Болды. Енді мынау үшін мынау, қараңдар. Мынау не екен, ненің графигі? Парабола, тармақтары төмен қараған парабола. Бізде бұл мынаған келеді. X-тен
в нолевой т плюс минус а т квадрат бөлінген 2. X-ім т-ның квадратына тура пропорционал. Дұрыс қой, иә? Иә. Яғни бұндай болатын болса, менде не болады? Қозғалыс графигі парабола болады. Төбеге қарай кеммелі. Негізі үдемелі болса былай болу керек, менде кеммелі болған үшін былай болады. Қайтып келе жатқан кезде үдемелі. Сонда мына жерде x болады екен. Болды, екеуін таптық. Координата болмай онда. Так, координата болады, координата. Үшінші график деген мынау екен, үшінші график менде координата болады. Координата деген қайсысы? Ана екінші дұрғы шайба координатасы деп па. Үшіншісі. Мынау тұр екен, мынау тұр екен. Так, екінші график менде үдеу болады. Үдеу болады, так. Бұлай болады. Болды, кеттік ары қарай. Так, массалар 0,6 дейді. Мынау М1. М1 0,6. Сен 5 аузынан бен 0,4. Жылдамдықтар В1 0,5. В2 0,3 болады екен. Не дейді бұл жерде? Серпімсіз соқтығысты дейді. Денелердің қозғалыс бағыттары соқтығысқаннан кейінгі жылдамдықтарын сәйкестендіріңіз дейді. Денелердің қозғалыс бағыттары мен соқтығысқаннан кейінгі жылдамдықтарын сәйкестендір дейді. Мына жақта екен бұл сұрағым. Бағыттас қозғалса қалай болады болдар? Импульсі сақтау заңы. Плюс болады. Плюс Қосып ода. демек V2 тең болады. В штрих. Серпімсіз ғой. В штрих. Жақша ішінде М1 М1 қосу М2. M2 V штрих болады. Давай орнына қоя салайық сразу. M1 менде 0,6, V1 0,5, плюс M2 0,4, көбейтілген 0,3 тең болады. M1 0,6, қосылған 0,4, көбейтілген V штрих. Таба салыңдаршы қанша болады? 0,42. 0,42 бола ма? 0,42 метр секунд. Иә. Так, бағыттас болса 0,42 болады екен. Бір бағытта болса 0,42. Ал қарама қарсы болса? Қарсы болса қалай болады? Минус. Неге жазып қойын бағыттас? Қарсы болса M1 V1 минус M2 V2 тең болады. M1 плюс M2 V штрих болады. Орнына қоямын. Қалай болады? 0,6 көбейту 0,5 минус болады. 0,4 көбейтілген 0,3 тең болады. 0,6 плюс 0,4 В штрих. В общем, осы жерден қанша болады болдар? Айтасыңдаршы. 0,8. 0,18. 0,18 метр секунд. 8 метр секунд. Ердәуді өзің есептеп жатсың ба, Тойжина? Калькулятор бар ғой. Калькулятор есептеп жатыр ма? Молодец. Ақша жетпейді ғой айтпасақ. Дұрыс, калькуляторды қолданудың өзі өнер. Кеттік ары қарай кеттік. Шаршадыңдар ма балдар? Бітіре салайық. Жоқ. Иә, бітіреміз ғой, мына аяқтаймыз ғой. Так. Ағай, аналарды қайталап не видео кейін ютубқа саласыз ба? ютубқа саламын, сендерге сілтемесін жіберемін. Мына мен шығарып жазып кетіп жатырмын ғой, бұлында Word документін жіберемін, PDF документін. Бәсе ана жазып үлгермей отыр ғой арасында. Иә, кейін өздерің қарап аласыңдар. Бүйтеді, төмендегі суретке сәйкес денеге әсер еткен күштің горизонталь және вертикаль құраушылар. Горизонталь деген мынау болдар. Горизонталь деген мынау. Осы горизонталь. Вертикаль деген ол мынау болады. Y деген сөз ғой. Мынау Vx мына, Fx болады. Fx. Мынау менде Fy болады. Бұл Fy мен мына жер қанша болса, мына катет сонша деп ала саламын. Сонда мен мынаны бүйтіп бөліп ала салайыншы балалар. Тура бағана бірінші сұрақ сияқты. Мынер альфа емес, тетта деп беріпті енді. Мынау F болады, гипотенуза. Мынау Fx болады. Мынау Fy болады. Бүйтейік. Бұрышқа іргелес жатқан катет Fx болады ол. Бұрышқа іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы не беретін еді менде? Косинус. Қойсыз альфа. Косинус альфаны береді. Осы жерден Fx табатын болсам, бағана бірінші есепті осылай ашып түсіндіру керек. Бірақ ол жерде бірақ әшейін квадраттарын қоса салдық қой. F көбейтілген Fx табу керек болмаған.
fx табу керек па, кім табу керек еді? Косинус тета. Косинус тета болады. Енді мына бұрышқа қарсы жақтан қайтеді мынау. fy-тің гипотенуза қатынасы f-ке. Ол менде синус альфаны береді. fy табатын болсам, ол f көбейтілген синус альфа болады. Болды. Менде мына жерде жауаптарын қараңдаршы. fx синус тетта дейді. x-ің синус тетта болмайды. Тангенс мүлде болмайды. fy косинус дейді. Жоқ. fy менде қандай болу керек? Синус болу керек. Мынау да келмейді. Мына көп жауапты сұрақ балдар. Оның ар шетінде e деген жауап бар, және f деген жауап бар. Сол жауаптарға қосып қоясыңдар ғой мына жерге. fx тең болады f косинус альфа. Ерге fy f синус альфа болады. Осы e мен f деген жауап болады. Болды. Жүре берейін бар қарай. иә. Жақсы. Қаншадан отырсыңдар? Азайып кеткен жоқсыңдар ма? 26 отыр екен. Жақсы. Бір текті мөлдір ортада жарық қалай қозғалады? Оптика. Геометриялық оптика. Түзу сызық бойымен таралады. Бір текті жарық ортада жарық түзу сызық бойымен таралады. Оған мысал не десе не деп жауап бересіңдер? Көлеңке ағай, көлеңке. Молодец. Көлеңке немесе күннің немесе айдың тұтылуы. Тұтылуы. Жақсы. Үш есеп қалды олдар. Ждаңдар. Так. Қызыл ручканы ауыстырып алайын. Қозғалтқыш 10 киловольт дейді. 10 киловольт. 10 киловольт дегенім 10-ның плюс 3 дәрежесі болды. Ток күші 1,5 килоампер дейді. 1,5. Сразу айналдырып беріңдерші. 10-ның 3 дәрежесі ампер болады. Электрондардың электропойыз жылдамдығы 90 дейді. Мынау неше болады балдар? 3-6-ға бөл. 25 метр. 25. 25 метр секунд. Так, тарту күші 480 дейді. 480 килоньютон, 13 дәрежесі. Тақта бұрық. Бидеміз. Тақтың формуласы пайдалы жұмыс толық жұмысқа бөлеміз. А толық жұмысқа. Немесе бітсек болады. Пайдалы қуатты пайдалыны толық қуатқа бөлеміз. Бола ма? Иә. Жақсы. Ең бетейік. Бізде пайдалы қуатты табу үшін қуаттың формуласы не еді біздегі? Уай деген бар ағай. А бөлінген Т деген. Негізі жалпы. А дегенді мен F көбейту S деп жазуыма болады. Мына F тарту күші болады. Бөлінген Т болады. А мына S бөлінген Т нені береді менде? Жылдамдық. Жылдамдық береді, сонда F көбейтілген V болады. F тарту. Сонда менде пайдалы қуатының формуласы F тарту көбейтілген V болады. Давай есептеп беріңдер сразу. F тарту 37,500. 480 13 дәрежесі көбейтілген V 25. 37,500 ба? Жақсы. Жоқ, ағай, мен жарма өттім ғой. Ау? Мен айға өтіп жүрдім ғой. 12 мың ғой ағай. 12 мың ағай, 12 мың ай. Шатас кеттім. Ол ештеңе кетпеді. 12 мың. 1, 2, 3 ватт болады. Кеттік, толық қуатты кеп жазамыз. Мына екеуі арқылы. Аю. Ай көбейтілген U деген формула. Дұрыс айтасың. Так, апарып қоясың. Толық. Так, 1,5 ба? 1,5 15 көбейтілген оның 5 дәрежесі. 10 көбейтілген оның 3 6 дәрежесі. 6 дәрежесі. Не деп жазсам болады? 15 көбейтілген оның 6 дәрежесі. 15 көбейтілген оның 6 дәрежесі. Осылай бола ма? Иә. Мынау балдар 480 25 көбейткен кезде 12 мың болды ма? Иә, тура. Осындай болды ма? 3 дәрежесін алмай кеттіңдер ғой сендер бұны. Мына 3 дәрежесін. Дұрыс па? Иә, ағай 3 дәрежесі бар ғой. Көбейту 3 дәреже. Бәсе айыпсы екеу разницасы көп болып кетейін деп тұр да. Мынаны бүйтіп жазамын мен, мынаны қараңдар. Мынаны 15 мың деймін. Дәрежесі қанша қалады? 3 қалады. 3 қалады. 3 қалады, иә.
Енді бір-біріне бөлемен кеттік. Так, тең. Пайдалы жұмысым менде 12.000 болды. 12.000. Анау 15.000 болды. 0,8. 0,8-80%. 0,8. 0,80. Ол А, немесе Д мен А болады онда, по-моему. 80%. Дәрежелерін жазбай ақ қойдым жерде олар. Сап Я болды, түсінеміз ғой. 80%, 0,8 дейді. Болды. Так, бұл кетті. Енді екі есеп қалыпты. Газдың көлемін екі есе кемітсек дейді. Басында В нолевой болған, соңғысы В нолевой. 2 есе артқан. 2 В нолевой ма? Жоқ, кеміген. А. Былай болады. Қысымы мынаншаға артты. Мынаншаға десе ол есе ма әлде қалай болады? Қосу одан. Дельта П болады ма? Қосылады. Қосылған болады. Дұрыс қой, дельта П-сы ғой, мен бүйтіп жазғам. П0 плюс 120 килопаскаль деп аласам. Так, температурасы мынаншаға артыпты. Пайызға дейді. 10%-ға артса қанша Жоқ. болды? 1/1 болады. Бірде 10%-ға артса бастапқыда 107, кейін 110% болады да, оны санмен Я жазсақ 1/1 болады. былай болады. Табу керек, бастапқы қысымды сұрап жатыр. Х нолевой. 0. Балдар, ПВТ-ны байланыстыратын теңдеу не деп аталатын еді? Паперон. Паперон теңдеу. Т0 тең болады. ПВ бөлінген Т болады. Ал орнына барып қоямыз енді, аямай. П0-дің орнына өзін қоямын. В0-дің орнына ерден тауып алсайшы, балдар. В0 тауып алсайшы, 2В болады. Дұрыс па? Я. 2В болады. Бөлінген Т0-дің өзін жаза беремін. Тең болады. П-ның орнына не қоямын енді? Екеуін қосындысын аламыз. П плюс 120. 120 деп ала берейін. Килосын жазбай қойын. Көбейтіп В-ның өзін жазамын. Т-ның орнына мынаны барып қоямын. Д1. Т0. Нолевой. Т көлем мен температура қысқарып кетеді. Қысқаратын бәрін қысқартамыз. В мен В кетеді, Т0 мен Т0 кетеді. Не қалды? 2 П нолевой тең П нолевой қосылған 120 бөлінген Көбейтіп жіберсек болмай. 2-ге көбейте салсақ та 2/2 болады. Дейін ба? Иә. Жазайын ба? Болды. 1/1. 1/1. Сонда 1/1 120-ны 1/1-ге бөлсек Бөліп берші. 9-да қанша болып кетті? жоқтап алғанда Бөлші 100 болатын жар, примерно. Сондай бола ма? Жоқтауғанда 100 болады ғой, иә. по-моему. 109-да бірдеңе шықты ғой. ағай 1-ді азайтқан кезде 1/2 болады ғой. 2/2-ден П-ны азайтқан кезде Қанша болады? 1/2. 1/2. 1/2 Сонда болады. 10 шығады, 10 шығады сонда. 1/2. Сонда 10 бола ма? 10-ның 100 бола ма, 10 бола ма? 100 болады, 100 болады. 100 болады. 100 килопаскаль болады. 100 килопаскаль деген менде С жауап. бар. Басқа жоқ па, басқа? Жоқ. Оның 5 дәрежесі ше. Оның 5 дәрежесі. Ондай жоқ қой, 2 Жоқ, ондай, жақсы. Болды. Ал кеттік. Соңғы есеп. Дөңес айнаның алдынан нәрсені F, D, 2F қашықтыққа орналасқан кезде оның кескіні. Балдар мынандай. Бұл жерде айна деп жатыр. Айна мен линза екеуі бір нәрсе емес. Линза бөлек, айна бөлек. Егер дөңес айна болатын болса, мынаны бүйтіп жазып қойсаңдар болады. Дөңес айнадағы кескін всегда ол мынандай болады. Жалған болады. Жалған болады, тура болады. Және кішірейтілген болады. Кішірейтілген. Мынау үйлеріңде қазір бір мысал айтамын. Ойыс айна. Ойыс айна болатын болса, бұл шын болады. Шын болады. Төңкерілген болады. Бұл кішірейтілген болады. Кішірейтілген. Анау үйлерінде бір қасық алыңдар да, кәдімгі үлкен қасықты алыңдар да, дөңес жағымен қарасаң, сен өзің суретіңді көресің, тура тұрады. Тура кескін бізде всегда жалған болатын еді, естеріңде ма? Тура кескін ол жалған болады. Өлшемі кішірейтілген болады. Ал қасықтың іш жағына өзіңді қарайтын болсаң, ол кезде сенің кескінің теріс айналып түседі. Яғни теріс айналған кескін бізде шын болады. Ал размері всегда кішірейтілген болады. Бізде енді мына жерде жауаптарын іздеп көрейік. Дөңес айнанікі. Дөңес мынаған сәйкес келіп тұр ғой бізде. Дөңес айна кішірейтілген болады, жалған болады. Және F пен D-ның арасы болатын болса, бізде мынандай болады. Так.
мына екі жауаптың біреуі болып тұр. Фокус аралығынан үлкен қашықтықта, фокус аралығынан кіші Тек қашықтық. қашықтықта болар. Қайсысы болады бізде? Мына жерде 2F пен D-ның арасында болады екен. Фокус Үлкен қашықтықта ма? үлкен Үлкен болу тек. керек, үлкен болу керек, иә. Үлкен болу керек, мына болу керек. Мына D болу. 2F-қа қарай. Иә, F пен 2F-тің ортасында болады ғой. F пен 2F-тің ортасында мынау. Былай тұратын болса, F, 2F. Екеуінің арасында болады, екеуінің арасында. Сонда жауабы А болады, Д болады, Е болады. Осымен балдар біз бүгінгі нұсқамызды аяқтадық. Мынаны мен сіздерге ұмытпай сақтап қояйын қазір. Сақтап алсайын мынаны. Так. Бірінші нұсқа загрузки. Сақтап қойын. Ай, бұны дәптерге жазарда сұрағымен бірге жазайық па? Берілген жазып кете бересіңдер ғой, берілген. Сұрағын сөзбен жазудың қажеті жоқ. Все, хорошо. Қазір бір секунд. Оқушылар, бізде қазір біраз оқушы қатысып отыр екен, біразы кейін записьті көрем деген шығар. Жалпы осындай видеолар талдайтын болсақ, бізде бір айда біраз нәрсені шығаруға болады. Жалпы өздеріңе қалай енді кішкене отзыв беріп жіберсеңдер, онлайн сабақ ұнады ма, есептер түсінікті болды ма, түсінікті болмаған жағдайда записьті көруге болады. Мен шығарылған есептің шешу жолдарын бөлек жіберемін сендерге. Бір-екі оқушы кішкене өз ойын айтып жіберсе дұрыс болар еді қазір. Бәрі түсінікті ағай. Бәрі түсінікті ма? Иә, өткен тақырыптарға көп, барлығы почти. Біз бірақ тақырып өтпедік па уже соңында? Бәрі түсінікті. Жақсы. Жалпы есеп шығару әдісі тым жылдам болып жатқан жоқ па сендерге? Жақсы ағай. Жақсы ағай. Жақсы болады. Негізі жай өткеннен қарағанда бізде уақыт аз қалды грантовыдағы. Сондықтан жылдамырақ шығарған біз үшін тиімді болады негізі. Жақсы. Иә, түсініп жатырмыз ғой. Бұл біздің бірінші тестіміз. Жайлап біз қазір 9-дан 42 минут кетіпті. Біздің 100 минутымыз примерно осы уақытқа келді ғой енді. Біз бір вариантты осы уақытта талдап біттік. Алдағы уақытта мысалы бір 3-4 сабақ өткеннен кейін бізде кішкене жылдамдық пайда болады. Сендер де активно менімен бірге қатар осылай активно отыратын болсаңдар, уақытты кішкене қысқартуға болады. Уже бір нұсқаны бітіп, екінші нұсқаны бастап, біраз есептерін шығарып үлгеруге болады. Ал онда сендерге мен записьті сақтап, кейін YouTube-тың сілтемесін жіберем. Одан бөлек сендерге тағы бір екі нұсқа жіберем. Сол екі нұсқаны өздерің үйде талдайсыңдар. Талдап болғаннан кейін дәптерге жазып, ертең дүйсенбі күні біз сабаққа шығамыз. Дүйсенбі күні кешке алдымен сол үй жұмысындағы шыққан есептерді бір талдап шығарып берем, одан кейін ары қарай тест талдайтын боламыз. Бір нәрсе Аптасына 3 рет бола ма, сонда ағай 4 рет бола ма? аптасына Қай күндерге қоясыз? Қай күндерге қоясыз? Сол күндерін сендермен ақылдасайық балдар. Бізде біраз оқушылар, біз вальске барамыз, вторник, четверг, суббота қойсақ қалай қарайсыз деп айтып жатыр. Мен енді Негізінде көпшілікпен ақылдасып көрейін дедім мен. Маған айта беріңіз. Былай қойсақ болады сендерге. Понедельник, среда, пятница ағай болады. Понедельник, среда, пятница. Бірінші вариант, екінші вариант вторник, четверг, суббота. Екінші вариант дұрыс ағай. Бірінші вариант среда. Екінші Ағай, вариант спортына қоймай қойсаңыз. Суббота керек емес па? Субботаның керек емес. Бірінші вариант бола берсін ағай. Демалыс күні, демалайық. Вариант болады. Я осы жұма күнге түссе удобно болып тұр ғой. Ағай, демалыс күні демалмай оқи берейікші. Бол. Енді сендер демалыс күні бәрі демалмайсыңдар. Өйткені демалыс күнге мен бөлек тапсырма берем. Одан бөлек сендердің өздеріңнің басқа пәндерінде тапсырмасы бар. Физиканы бастадық деп басқа пәндерін тоқтатып қоймаңдар. Өйткені соңғы барлығына интенсивный кірісу керек. Шаршамаңдар балдар сендер. Болай. Так, жақсы онда. Мына жерде мен бір-екі Алия Күмісбек деген кісі
Сіз қай қаладан қатысып отырсыз? Алия Күмісбек деген. Серік Дарын дейді. Сіздерді анау сату маман тіркеген болғандықтан мен сіздерді танымай тұрмын да. Мына жерде тағы да біреу тұр екен. Zoom user дейді. Алтынай Дархан, өзіміздің Дархан ғой деймін. Айсана деген. Так. Жарайды, ол естімей тұрған сияқты ғой. Қосып қоя салған сияқты. Жарайды, онда балдар, бүгінгі сабақ осымен аяқталсын. Сендерге Алдай. мен мына жүктеп болғаннан кейін жіберетін боламын. Жақсы ма? Мгм. Бөлек Сау болыңыз ағай. дәптер арнайсыңдар. Жақсы, сау болыңдар. Жарайды. Ой, жақсы сау болыңыз. Оғым жарайды. Жақсы. Okay, let's go. Сау болыңыз.